Бауырдан табақ алу деген дәстүр баланың тез еңбектеп кетуі үшін жасалған дәстүр. Еңбегіңді көтеріп, еңбекқор бол болашақта. Тез еңбектеп кет. Бауырыңды көтеріп, бауырмал бол. Денсаулығың зор болсын. Болашақта елімізді қорғайтын жақсы бір азамат болып өс. Ал енді шашу. Тұсаукесер дегеніміз табиғат тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деп жасалатын ырым. Тұсаукесердің 3 түрі бар. Тоқшекпен. Тоқшекті біз толшылықта, молшылықта өмір сүрсін деп кесеміз. Ала жіппен. Ала жіппен кесетін себебіміз біреудің ала жіппен аттамай, адалдықта өмір сүрсін. Көк шөппен көктемде, жазда баланың тұсауын кесеміз. Себебі көгеріп көбейсін деген ниетпен. Көктеп, көгерсін деп көк шөппен кесейін. Бұн аттамай, адал өмір сүрсін деп ала жіппен кесейін. Тоқшылық, молшылықта өмір сүрсін деп сауымды тоқ шеппен кесейін. Екі жақтан жетектеңдер. Қаз, 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 қаз. Ал, қайсын таңдар екен? Енді шашу шашайық, шашу теріңдер. Үлкен дәрігер болсын болашақта, еңбегі сіңсін. Баланың ұйқысы тыныш болу үшін, жын шайтандардан қорғау үшін адыраспанмен аластайды. Баланың күндігі түскенде 5 күннен кейін баланы бесікке бөлейді.